Keşkeğen iş-şaralarımız öte kelimesi, önerdin önükendigi, miniki sizlerдің мына тақырыпты ашып бәрін классикалық музыка болсын, заманауи музыка болсын, құрал болсын, бәрін тақырыбын ашып бізге жеткізе білгендеріңіз үлкен өнер. Біз қуанып отырмыз, сіздердің осындай тақырыпты алып барлықтарыңыз біраз мағлұмат алдыңыздар, біз де мағлұмат алдық осыдан кереметтей. Менің бір інім бар, ол классикалық музыканы жақсы көреді. Классикалық музыканы жақсы көреді. Нешеде апайсыз? 40-тардың үстінде. Ол жаңағы ана классикалық музыканы тыңдаймын дейді. Сол арқылы мен онымен сөйлесемін, шаршап кетсем соны тыңдап, сонымен әңгімелесемін, бүкіл ішіндегі бүкіл жан менің жан айтамын саған дейді. Сондай адамдар да бар, тыңдайтын деген. Ол сол қазіргі балдарына да сол бесікте жатқан баласына дейін сол дискісін әкеліп сол Бачили болсын, анау шетелде Чайковский тыңдаймын дейді, Рахманин тыңдаймын дейді, Бетховенді тыңдаймын дейді, солардың бәрін тыңдаймын, ана балдарыма да соны әкеліп тыңдатамын дейді. Сондай адамдар да бар, тыңдайтын бар. Заманауи енді өздері заманауи. Бұнда өңделген түрлер өте көп, иә, онда тыңдатып көп. А мынандай эстрадный музыканы ол айтады, ол андай таза емес музыка дейді, таза емес дейді. Анау бұның кетті ғой, Айна Мұсақаджаева келгенде соған барып тыңдап компетентный музыка мысалы сондай адамдар да бар музыканы классикалық музыканы жақсы көріп тыңдайды. Музыкант емес. Сонымен музыкант емес ол музыкант емес, бірақ енді ана музыкамен сөйлескенде мен өзім ұялып қаламын жаңағы әңгімесін тыңдап отырып ананы тыңдап сонымен әңгімелесемін дейді. Сонымен бүкіл мұңымды айтамын, шағымды немді айтамын, сонымен демалып тыңдағанмын дейді. Ондай адамдар да бар. Мінекей музыка деген адам жанының тілі дейді ғой. Мәңгіліктің үні дейді. Сондықтан да соны сіздер көрсете білдіңіздер, тақырыпты аша білдіңіздер. Сіздер де сондай үлкен өнердің музыканың биігінде болыңыздар, әрдайым денсіз қалыпта болып. Мынандай рахмет айтамыз, одан басқа не айтамыз? Просто идея тастап, балалар өздері бәрін істеген болса өткізіп жатқан пікірталастар өте қызықты, тартымды өтті. Апайға да рахмет, сіздерге де рахмет. Жалпы осы мәңгілік жүректің тілі, яғни тылсым құдіретпен байланысты деп айта аламыз. Және де Абай Құнанбаев айтпақшы, туғандар дүниесі ақша өлең мен жер қойнына кірер денең. Осы бесік жырынан басталып, яғни жоқтау әлдеріне дейін адамды дүниеден өткенше осы музыка шығарып салады. Яғни адамның бір бөлшегі музыка деп білемін. Сіздерге алдағы уақытта осындай қызықты пікірталас диспуттар өткізе беріңіздер. Жолдарыңыз ашық болсын. Шығармашылық табыс тілеймін. Айжан апайдың ойнайтын тіле классика. Жақсы өтіп жатыр. Біреулер айтады, заманауи музыка жақсы дейді, біреулері классикалық музыка дейді. Негізі мен өзім классиканы жақсы көремін. Ол классикалық музыка негізі басқа обработка жасап жаңағыдай өңдеп келсе мен өзім классиканы жақсы көремін. Сосын жаңа айтып жатыр ғой, классиканы тыңдамайды көбісі деп ше, ол міндетті түрде білім алып, музыкалық сауатты болғанда емес, классикалық музыканы жақсы көреді өте көп. Мысалы, мынандай іс-шаралар деп басқа жақтарда концерт қойып жатады, классический сол кездері сырттан келіп тыңдайтын адамдар, олардың барлығы музыканттар емес, өнерді жақсы көреді. Сондықтан да келешекте осындай сайыстар бола берсін. Сіздерге тек сәттілік тілеймін. Негізі барлығымыздың ойымыз ішінде де негізі біз өзіміз жас
баштасақ та, мен өзім классиканы жақсы көремін. Қорда біз көп шығармамыз классика жанрында шығармаларды айтамыз. Жаңа Бекжанның айтып жатқаны негізі шынымен де жастар қазір концертке көбінесе қызықпайды. Бірақ концертте қаншама күрделі, керемет, әсерлі шығармалар ойналады, сол үшін концертке шақырамыз. Классикалық музыкаға жаттым негізі. Негізі шынымды айтсам, осындай жаттарда классикалық музыка. Жасал.